Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бүгін интернет тақтасы ойналатын көрнекіліктермен көрнекілік қолдану арқылы сабағыңызды қызықты етер 3 әдістің түрін талдаймыз. Алдымен арнаға жазылып, лайк баса кетулеріңізді сұраймын. Көбінесе қазіргі ауылдық жерде интернетке байланысты интернет тақтаны қолдана алмаймыз. Енді соның орнын басу үшін әдістер пайдаланып өзіміз табуымыз керек. Бірінші әдіс бұл құпия хат әдісі. Бұл әдістің мақсаты оқушыларды пәнге деген қызығушылығын арттыру, тапсырма беру барысында болмаса қорытындылау кезінде қолдансаңыз болады. Яғни үй тапсырмасын сұрау кезінде болмаса бүгінгі сабақты қорытындылау кезде тапсырманы хатқа әдемілеп жазып, құпия хат ретінде балалардың деңгейіне қарай, мысалы орта, жоғары деңгей деп бөлеміз, соған байланысты балаларға тапсырма салып, әрқайсысына құпия хат ретінде табыстасаңыз болады. Балаларға бұл бір жағынан қызық деп ойлаймын, қызығушылығын арттыру үшін берілетін жақсы бір әдістің бір түрі. Ал одан кейінгі әдіс бұл бірге ойланамыз әдісі. Бұл әдістің тиімділігі сыныптағы елеусіз оқушыны сабаққа қызықтыруда және сабаққа тартуда қолдансаңыз болады. Сыныбымыздағы барлық оқушылар өте белсенді емес, оны білеміз. Мінезіне қарай, өзінің темпераментіне қарай балаларды бірінші топқа бөлінеді, және де ерекше білімді қажет ететін балалар да болады бізде. Үздік сабақты алып тұрған балалармен жұмыс істеген кезде ол балалар көбінесе шетте қалып жатады. Сол балаларды тарту мақсатында осы әдісті қолдансаңыз болады. Одан кейінгі тағы да бір қолданатын әдісіміз сиқырлы сандық әдісі. Сандықты қолдансаңыздар да болады, болмаса суретін шығарып алып, қазіргі кездегі әртүрлі жұлдыздарды, алтындарды, болмаса белгілі бір тақырыпты қорытындылау мақсатында осы әдісті қолдансаңыз болады. Бұл әдістің бір жақсысы сабақты қорытындылауға немесе сабақтың соңында бағалауға да қолдануға болады. Топқа бөлінген кезде де бұл әдісті қолданып, сандықтарды әрбір топқа бөліп беріп, сандықты соның ішіне жұлдыздарды, бриллианттарды жинау арқылы өз тобына ұпай алып келеді. Осы мақсатта қолдансаңыздар да болады. Әзірге осы 3 әдіспен шектелеміз. Келесі видеоларды күтіңіз. Ол жерде де неше түрлі әдістер, бағалау түрлерін шығаратын боламын. Еңбегімді бағалап, лайк басып, бөлісе отырыңыздар.